Бүгінгі сабақта біз рекурсия тақырыбындағы тапсырмаларды қарастырамыз. Бірінші тапсырма факториал. Жалпы факториал дегеніміз, мысалы, 5 дейтін сан берілетін болса, 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісін шығаратын болсақ, онда бізде факториал болғаны. Енді осыны шығарып көрейік. Программасын құрып қойдым. Бұл жерде мен факт деген рекурсия құрып қойдым. Және шарт құрдым. Егер x-іміз 1-ге тең болып қалса, онда бізде реторн 1-ге қалып 1-ді береді. Әйтпесе, реторн x көбейтілген мына факториалды шақырады, бірақ ол кезде x минус 1-мен шақырады. Мысалы, x 4-ке тең болатын болса, мына жерде бұл жерде факториал 3-ті шақыратын болады. Факториалды табу үшін біз қандай да бір n санын енгізуіміз керек болады пернетақтадан. Сосын біз экранға факториалды шығару үшін факториалды шақырамыз, n үшін шақырамыз. Факториал рекурсиясын n үшін шақыратын боламыз. Енді нәтижесін көретін болсақ, n-ге мысалы 5 дейтін сан беретін болсақ, бізге 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 120 деген мәнді ала аламыз. Келесі екінші тапсырманы қарастырамыз. Арифметикалық прогрессия берілген. Прогрессияның алғашқы мәні берілген бізде A1 және одан кейінгі қадамы берілген. Айырмасы деп жазылып тұр. Және оның мүшесі берілген. Яғни біз 5-ті енгізген кезде арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесінің саны бізге нәтижеге шығу керек экранға. Рекурсиялық функция құрып қойдық, яғни арифметикалық прогрессия болғандықтан ариф деп алдым, және біз осының параметрлерін 3 параметрмен аламыз. Арифметикалық прогрессияның бірінші мәні, және оның екінші қадамы, және біз енгізетін мүшесі. Және біз қосындыны табу керек боламыз. Осы арифметикалық прогрессияның мүшесін, 5-ші мүшесінің санын және осыған дейінгі сандардың қосындысын табу керек боламыз. Сондықтан мен S айнымалысын алдым. Бұл жерде S-ті глобал қылып алдым. Өйткені S-тің мәнін яғни функция денесінде де және программа денесінде де пайдаланамыз біз S-ті. Сондықтан да біз оны глобал S деп алдық. Әрі қарай шарт құрамыз. Егер де біздің енгізген санымыз n-ге тең болып қалса, онда бізде реторн A-ны қайтарады, яғни бірінші мәнді қайтарады. Әйтпесе біз қадаммен отырып, осы ариф деген рекурсияменен бірінші мәнін және оның қадамымен n-1-ді алатын боламыз. Және осы жерде біз қосындының формуласын жазамыз. S тең болады, S қосылған m деп, реторнға m-ді қайтаратын боламыз. Бұл жерде n-1 деп отырған, мысалы біз 5 деген санды енгізетін болсақ, 5-тен 1-ді азайтып, келесі мәнін бізде тауып беріп отыратын болады мүшесі. Әрі қарай біз программа денесіне өтеміз. S-тің алғашқы мәнін жазып аламыз, және бізде прогрессияның алғашқы мәні белгілі 2-ге тең, қадам бізде белгілі 2-ге тең, және біз өзіміз енгізетін мүшесін пернетақтадан енгіземіз. Әрі қарай бізге экранға прогрессияның алғашқы мәнін, қадамы менен және мүшесін табатын функциямызды шақырамыз 3 параметр үшін, және экранға S қосылған A деп нәтижені шығарамыз. Неліктен бұл жерде қосылған A болып тұр? Өйткені A деп отырған бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы мәні. Бұл жерде қосындыны табу кезінде алғашқы мәнін қосып шығаратын болады. Ары қарай нәтижені көретін болсақ, бізде n-нің мәні, яғни мүшесіне біз мысалы 5-ті енгізетін болсақ, бізде прогрессияның 2-ден басталғандағы алғашқы мәні 2 қадаммен жүрген кезде 5-ші мәні оның 10 деген санға тең, және оған дейінгі сандардың қосындысы 30-ға тең. Мысалы, есептеп көретін болсақ, бізде арифметикалық прогрессияның бірінші мәні 2 қадаммен келесі 4 болады, 2 қосу 2 4 болады.
келесі 2 қадаммен 6 болады, келесі 8 болады, келесі 10 болады. Бізде 5-ші мүшесі 10-ға тең. 1, 2, 3, 4, 5 және осыған дейінгі сандардың қосындысы бізде S тең болады 30-ға. Келесі 3-ші тапсырманы қарастыратын боламыз. Ол бізде уақыт деп аталады. Рекурсияны пайдаланып, берілген сағат, минут және секундқа қарап, тәулік бойына басынан бері неше секунд уақыт өткенін табатын программа жазу керек. Бұл программаны біз сызықтық алгоритм арқылы да шығаруға болады. Сызықтық алгоритм арқылы шығаратын болсақ, бізде сағатқа, минутқа, секундты және барлығын осы 3 санды біз бір жолға енгізуіміз керек болады. Және біз экранға шығаруымыз керек, есептеуіміз керек. Сағатқа көбейтемін 3600-ді. Өйткені 1 сағатта 60 минут бар, 1 минутта 60 секунд бар. 60 пен 60-ты көбейтіп 3600 деп алып, осы сағатқа көбейтемін. Қосылған 1 минутта 60 секунд бар. Олай болса, М көбейтілген 60 деп жазам, және қосу оқулықтағы 40-тың өзін жазамын секундты. Енді нәтижесін қарайтын болсақ, бізге барлығы 9040 секунд деген нәтижені шығарып береді.